Алдыңғы видеомда осы чесноктың суын дұрыс дайындап ішу жөнінде айтамын деп уәде берген, және осы жөнінде оқырмандарым көптеп сұрап жатыр екен. Сол үшін бүгін осы чесноктың суының пайдасын және қалай дұрыс дайындап ішу керек жөнінде айтып беремін. Мына чесноктың құрамында аллицин болады. Аллициннің адам ағзасына тигізетін 7 түрлі пайдасы бар. Ең бірінші пайдасы қанды сұйылту және қан тамырларының қабырғасындағы тромбтардан тазарту арқылы қан айналымын жақсартады, давлениені төмендетеді және инфаркт пен инсульттің алдын алады. Екінші пайдасы жаңадан пайда болып келе жатқан рак клеткаларын жояды. Сөйтіп рак ауруының алдын алады және метастаздарды жойып отырады, метастазды болдырмайды. Үшінші пайдасы инсулиннің клеткаларға деген сезімталдығын арттырып, қант диабетінің алдын алады, метаболизмді жақсартады. Сөйтіп қандағы қант пен инсулин деңгейін реттеп отырады. Төртінші пайдасы бауырды май басқан кезде майды кетіруге көмектеседі және өтті сұйылтып, өттің жүруін жақсартады. Бесінші пайдасы қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Алтыншы пайдасы миға оттегіні және қоректегі заттарды жеткізу арқылы, уақытылы жеткізу арқылы мидың жұмысын жақсартады. Жетінші пайдасы адам бойындағы микробтарды жойғыш қасиеті. Вирустарды, бактерияларды, паразиттерді, құрттарды, саңырауқұлақтарды жойып отырады. Сөйтіп иммунитетті көтереді. Тұмауды, ангина, пневмония, бронхит кезде және ішектегі паразиттер, яғни глистілер кезде, лямблез, құрттар кезінде және кандида саңырауқұлақ кезінде соларды жойып өлтіріп иммунитетті жақсартады. Және қазір екінің бірінде кездесетін асқазандағы қабынуды тудыратын геликобактер пилориді жойғыш қасиеті бар. Енді мына чесноктың суын қалай дайындаймыз? Бір бас чеснокты майдалап турап немесе езіп, бір стакан таза суға саламыз. Сөйтіп кешке салып қоямыз да, таңертең аш қарынға чесноктарын алып тастап, суын ішеміз. Түнімен суда тұрғаннан кейін, ол құрамындағы аллициннің барлығы суға шығып болады. Сөйтіп соны аш қарынға ішеміз, сосын асқазанды зақымдап, асқазанды құртпау үшін артынан жарты стакан сүт немесе нанға май жағып жейміз. Осылай бір апта ішіп, 3 апта демалып, айына өстіп 7 күн бір курс алып отырсақ, біздің бүкіл ағзамыз тазарады. Келесі видеоны панкреатит, яғни ұйқы безінің қабыну және оны үй жағдайында қалай емдеу жөнінде түсіремін. Оны жіберіп алмау үшін маған жазылып қойыңыздар. Және келесі видеода, одан кейінгі видеода қандай тақырыпты түсіргенімді қаласаңыздар, комментарийге соны жаза кетіңіздер.